Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, қадірлі оқушылар, 17-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде Б, В, Д әріптерінің бас әрпі. Б әрпін жазып көрейік. Жақыннан көрсетейін. Шапкасынан 2 торгөз тастаймын. 1, 2 және 3-ші торгөзден бастап жазғанымыз дұрыс болады. Қиғаш сызықтың бойымен төменгі сызыққа дейін түзу түсеміз. Кері қайырып домалағын жасаймын астыңғы сызықтың ішінде. Енді шапкамызды жоғарғы сызықтан 2-ші торгөзге дейін апарамын, түп-түзу етіп. Тағы да бір рет жазып көрсетейін. 3-ші торгөзден бастаймыз. Қайырып шапкасын жасаймыз. Шапкасын түп-түзу етіп жасаймыз. Келесі бал сөзін жазып көрейік. Бал. Келесі бізде В әрпінің бас әрпі. 2 торгөз тастап, 3-ші торгөзден бастап жазамыз. Ортан белден төменгі сызыққа дейін қиғаш сызықтың бойымен түзу түсіріп, кері қайырамыз. Жоғарыдан 1 домалақ және 2-ші домалағын жасаймыз. Тағы да бір рет қайталаймын. 3-ші торгөзден бастап, жоғарыдан түзу сызық, кері қайырып, 1 домалақ, 2-ші домалағын жасаймыз. В. Вагон сөзін жазып көрейік. Ва. Гон. Келесі бізде Д әрпі. 2 торгөз тастап, 3-ші торгөздің ортан белінен түзу сызықты түсіреміз. Қиғаш сызықтың бойымен төменгі сызықтан кері қайтып, домалақ қайырамын. Қайталаймыз. 1, 2, 3. Доп сөзін жазып көрейік. Доп.